Менің отбасым. Сәлем, менің атым Сәуле. Мен қазір сендерді өзімнің отбасыммен таныстырамын. Менің отбасым үлкен және тату. Бұл менің әкем. Ол отбасымыздың барлық жағдайын жасап, қамқорлық көрсетеді. Әкем қарапайым, жүрегі таза адам. Бұл менің анам. Ол мен үшін әлемдегі ең аяулы жан. Анам сұлу, мейірімді, еңбекқор. Ол өз білгенін маған үйретеді. Бұл менің атам мен әжем. Олар әкемнің әкесі мен анасы. Мен олардың немере қызы боламын. Ата мен әже әркез маған ақылдарын айтып, маған дұрыс жолды бағыттап, менің әдепті де тәрбиелі болып өскенімді қалайды. Бұл менің нағашы атам мен әжем. Олар анамның әкесі мен анасы. Мен нағашы ата мен әжеме жиен қыз боламын. Жазда біз нағашы атамның ауылына қыдырып барамыз. Олар бізді құшағын жайып қарсы алады. Бұл менің әпкем. Мен әпкеме сіңлі боламын. Әпкем мені әрдайым қолдап жүреді. Маған үй тапсырманы орындауға көмектеседі. Бұл менің ағам. Мен ағама қарындас боламын. Ағам менің қамқоршым. Ағам қасымда жүрген кезде өзімді еркін, қауіпсіз сезінемін. Бұл менің інім. Ол кенже бала. Үйіміздің еркесі. Біз әрдайым бәрін бірге істейміз, бірге ойнаймыз. Дастархан басында асты үйдің үлкені, атам бастайды. Және тамақтан кейін бата берген соң ғана орнымыздан тұрамыз. Біз бір-бірімізге үнемі көмектесіп тұрамыз. Анам ыдысты жуып, мен оны сүртіп отырамын. Әпкем үйді жинайды. Інім атамызға таяғын, әжемізге жастық әкеліп береді. Ағам әкемізге мәшинесін жөндеуге көмектеседі. Әкеміз інім екеумізге велосипед тебуді үйретеді. Нағашы атам мен әжемнің ауылына барғанда, біз оларға бақша суаруға, арам шөптерді жұлуға көмектесеміз. Ата-анамыз бізге бауырмал, әдепті болуды үйретті. Сол себепті біз үлкендерді сыйлап, кішілерге қамқорлық жасауға тырысамыз. Мен өз отбасымды қатты жақсы көремін және мақтан тұтамын.